Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Бүгін біз Фильмора бағдарламасының анимация бөлігін талқылаймыз. Каналымызға тіркелуді ұмытпаңыз. Біз әрбір бейнемізде пайдалы ақпарат шығарамыз. Бұл компьютерлік нұсқа Фильмора деген бағдарлама. Телефонға да арналған бағдарламасы бар негізі, бірақ телефондағы бағдарламада көп нәрсе шектеулі. Ал бұл жерде көп функция жұмыс істейді. Сондықтан да негізі көбінесе компьютерлік бағдарламаны меңгеріп алған жақсы. Ал ендеше көп созбай бүгінгі сабағымызды біз бастайық. Қараңыздар, менің окошкамда, әйнегімде бұлай мультфильмдік фон тұр. Не үшін оны таңдадым? Өйткені қазір біз анимацияны дұрыстап тұрып, нақты жақсы түсіну үшін бір шағын қызықты бейне жасап көреміз. Сол үшін де осындай картинка қойдым. Сіздер барлықтарыңыз PNG картинка деген білетін шығарсыздар. PNG картинка дегеніміз яғни құр суреттің өзі ғана болады. Әр жағынан фон, артық суреттер алынады, тек суреттің өзі алынады. Бұл көбінесе бесфоновый картинка деп айтады. Менде сондай PNG картинка дайын бар міне. Бірнеше параметр. Осының ішінен мынандай суреттер бар міне. Қызық енді, күлкілі, болмаса елге танымал алфавит лор міне. Сондай әріптер. Сондай әріптерді, давайте осы әріптердің бірін көрейік, қызықты болу үшін. Жалпы анимация деген не нәрсе екенін түсіну үшін. Сосын келесі сабақтарда әрбір жеке бөлімдерге, яғни алфавит лорға, болмаса басқа бір тақырыптарға толығымен анимация сабағын жазатын боламыз. Бүгінгі сабақ жай ғана мысал ретінде көрсетілген. Мысалы, D деген әріпті алайық. A, B, C, D. D-ді алайық. Оны аламыз да қоя салайық. Бұл бесфоновый. Енді мынау әдемі фонымыз дайын бізде. Соның үстіне бұлай қоямыз. Толық картинкада тұр. Қараңыздар, бұл жай ғана суреті тұр міне. Енді осы картинканың үстінен мышканы сол жағын екі рет бассаңыздар, міне мына жағында изображение, цвет, сосын анимация деген жазу шығады. Сол жерді басасыздар. Сосын өткендегідей мында анимацияның нұсқалары көрінген, шаблондары, яғни әртүрлі нұсқалар. Кетіп қалады, айналып келеді. Болмаса мында астында старый устаревший бар міне. Тағы бірнеше түрлері. Білмеймін, бұл жарай ма, жарамай ма. Бұларды көбінесе қолданбаймын мен. Бізде көбінесе қолдан жасалатын анимация бар. Қолдан. Ол үшін шаблонны бөлек, мына кезде настроить деген бар. Соны басасыз. Міне көрдіңіз, сол кезде кілттер шығады. Әрбір бөлікке өзінің анимациясын жасайсыз. Мынаны былай кішкене созайық. Қазір көрсетем нақтылап. Мына картинканың міне бір жақтан, мысалы мына жақтан шығу керге, ой жаққа тығып тастаймыз. Бұлай дұрыстап тұрып, аяғына дейін тығып тастайық, көрінбейтін деді. Міне тығып тастағанда бірден бізге бірінші нүкте пайда болдында. Жақсырап көрсетті, жақынырақ. Міне қараңыздар. Бірінші бізде кілт пайда болды. Оны өшіріп тастауға болады. Автоматтық түрде пайда болды. Кейін мынаны бұлай жылытастырып, адам жақ қарай. Өздеріңіз ыңғайлы өшіретін жылытайық. Сосын жылжытқаннан кейін екінші ключті қазір бірден добавить десек, ол орында тұра береді осы жерде. Ол үшін мұнамен арасына кілт нету үшін біз бұлай мен жаққа жылжытамыз. Сонда бұл міне бұлай болады, қараңыздар. Уже біздің келді деген сөз. Бірақ қараңыздар, бұл асықпай келіп жатыр. Енді мына кілттерді өзіңізге ыңғайлы қылып, кішкентай қылып жасауға тез шығатындай қылып.
міне тез шықты. Болмаса созып аспай шығатындай етіп істеуге болады. Дейді ғой осы жерде. Жақсы, мына кезге дейін істейік. Қараңыздар. Осы жерге дейін шықты. Сосын мына кезге апарамыз да мынаны бір үсті көтерейік. Сосын тағы бұлай созайық. Бұлай үстіне көтерейік. Тағы апарайық да. Бұлай көтерейік. Тағы да апарайық да. Бұлай көтерейік. Тағы да апарайық. Бұлай көтерейік. Тағы апарайық. Бұлай көтерейік. Және тағы апарайық. И бұлай чоқылып жүрейік. Осылай болсын, міне. Яғни бір картинка D әрпі шықты, секіріп, ойнап жақ кетіп қалды деген сөз. Шықты, ойнап, секіріп кетіп қалды. Қараңыздар, өте керемет, әдемі жасалған. Өзен бірден кетіп қалады екен, так что бірден кетпейтін кетіп шығарып қалды. Осылай жасау болады, көрдіңіз бе? Яғни сіздер көріп жатқаныңызда керемет мына алфавит лор болсын, басқа да бір нәрселердің қозғалып жатқан анимациясын андай профессионалды, қымбат бағдарламаларда жасап қажеті жоқ екен. Қарапайым осындай Filmora'ны жүктеп алсаңыздар, сонымен сіздер анимация істей аласыздар. Жақсы, бұны өшіріп тастайық. Қазір біз басқа бір картинка алайық. Так, картаны алайық, мысалы. Қандай бір картын керек емес бізге. Мындай бір қорқынышты бір суретті алайық. Не? Мынау күшті кәні. Ашулы бургер ма? Міне осы ашулы бургерді мында қойып болады. Дәл солай. Қараңыздар, міне. Дәл солай. PNG картинка. Бұл да фоны жоқ. Енді бұл картинканы үстінен басасыздар. Анимация бөліміне келеміз. Сосын бірден былай мында тығып тастаймыз. Бірден бірінші кілт пайда болды. Сосын мында әкелеміз. Сосын былай төмен әкелейік. Былай әкелейік. Сосын былай секіртейік бұны. Одан кейін былай секіртейік. Ойбай, қайтып қалды. Мына күлішті өсіп түсек. Бірден кетіп қалды. Былай секіртейік. Сосын былай секіртейік. Былай секіртейік. Былай секіртейік. Былай секіртейік. Және былай секіртейік. Соңында жоқ қылайық. Кішкене арасын созайын, өйткені тез болып кетті арасы. Былай. Аяғына дейін баратындай етіп. Асықпай жүретіндей етіп жасау болады. Ешқандай да қиын емес. Міне, арасы созық кішкене, созайық бай қарай. Енді бұл тексеріп көреміз. Былай. Былайша айтқанда бір мультфильм пайда болды десеңіз болады. Кез келген картинканы жүктеп аласыз, PNG картинкасын. Кез келген сөз жазасыз да интернеттен жүктеп аласыз. Және анимацияның осылай пустой шыққаны қызық емес қой. Сіз осыған сәйкесінше бір дыбыстарды қосасыз, мысалы сізге дыбыстар керек қой. Мысалы мен дыбыстар деген компартым, міне, соның ішінде болу керек. Әртүрлі дыбыстар бар ғой. Жайдан кейін істейміз қа, тауып алып іздеу қиын. Жалпы картинкаға байланысты дыбыс тауып аласыз. Мынау қорқынышты картинка ба? Демек, осыған қорқынышты дыбыс қосасыздар. Міне осылай іске асады әрбір анимация. Келесі уақыттарда толық бір персонажға істеп көреміз.
Осымен сабақ бітті достар, келесі кездескенше.